Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз курага қосылған самсушки әзірлейміз. Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня мы будем готовить самсушки с курагой. Барлық қажетті ингредиенттердің тізімі видеоның астында жазылды. Все необходимые ингредиенты указаны в описании под видео. Ең алдымен 300 грамм кураганы жақсылап жуып, қайнаған суды құйып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Вначале необходимо хорошо промыть 300 грамм кураги и залить кипяченой водой на 15-20 минут. Қамыр илеуге кірісеміз. Приступаем к замесу теста. Бөлме температурасында 100 грамм айран, 100 грамм кефир от комнатной температуры, 10 грамм қопсытқыш, 10 грамм разрыхлителя. Бөлме температурасындағы 300 грамм сары май, 300 грамм сливочного масла комнатной температуры, шым-шым ванилин, щепотка ванилина. Барлық ингредиенттерді біркелкі масса болғанша араластырамыз. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. 400 грамм ұн, 400 грамм муки. Араластырған ингредиенттердің барлығын ұнға түсіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Полученную смесь ингредиентов смешиваем с мукой и замешиваем тесто. Тесто получается очень мягким. Артық ұнды көп қосуға болмайды, әйтпесе қамыр қатты болып кетеді. Дополнительно добавлять муку не стоит, в связи с тем, что тесто станет очень жестким. Қамырымызды целлофанға салып, мұздатқышқа 20 минутқа қоямыз. Тесто ложим в целлофан и ставим в морозильник на 20 минут. Салмамызды әзірлейміз. Готовим начинку. Ет тартқыштан өткізілген курага. Курага пропущена через мясорубку. 100 грамм қант, 100 грамм сахара, 100 грамм грек жаңғағы, 100 грамм грецкого ореха. Барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Тщательно перемешиваем руками. Қамырымыздың салмағын өлшеп 20-25 бөлікке бөлеміз. Взвешиваем вес теста и делим его на 20-25 кусочков. Мен 20 бөлікке бөлдім. Бір бөлігі шамамен 40 граммнан шықты. Я разделила на 20 кусочков. Один кусочек весит приблизительно 40 грамм. Шағын күлшемізді жайып, самса түйеміз. Раскатываем тесто и лепим самсу. Самса тию әдісін келесі видеороликте көрсеңіз болады. Как лепить самсу вы можете посмотреть в следующем видеоролике. Дайын болған самсаларымызды қантқа аунатып алып, противеньге қоямыз. Готовые самсушки обваливаем в сахаре и выкладываем на противень. Самсушкаларымызды духовкада 160 градуста 25-30 минут пісіреміз. Самсушки выпекаем при 160 градусах 25-30 минут. Мінеки достар, біздің курага қосылған самсушкаларымыз пісті. Друзья, наши самсушки с курагой готовы. Қазір бір самсушканы бөліп, ортасын көрсетемін. Сейчас покажу самсушку в разрезе. Каналыма тіркелуді және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егерде видео рецепт ұнаса, онда лайк баса кетіңіздер. Не забудьте подписаться на мой канал и оставить комментарий. Если вам понравился видеорецепт, то поставьте, пожалуйста, лайк. Келесі видеорецепті кездескенше сау болыңыздар. До встречи в следующем видеорецепте.